Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы алгебралық өрнектер және оның мүмкін мәндер жиыны. Сіздердің бүгінгі сабақта меңгеретіндер алгебралық өрнектер ұғымы және оның мүмкін болатын мәндер жиынын табу. Алдыңғы бөлімнен қолданатыныңыздарыңыз қысқаша көбейту формулалары қолданасыздар. Осы тақырыпқа байланысты бейне жазбаны көріп танысып алайық. Құрамында әріптері бар санды өрнектерді алгебралық бөлшектер деп атайды. Сонымен қатар, әріпті өрнектер немесе құрамында айнымалысы бар өрнектер деп те атайды. Әріптерді кез келген сандармен алмастыруға болғандықтан, әріптерді айнымалылар деп атайды. Алгебралық өрнек деген термин берілген өрнекпен жұмыс жасау үшін алгебра ережелерін қолдану керек дегенді білдіреді. X тең -2 болғанда 1 бөлінген X қосу 2 өрнегінің мағынасы жоқ. Ал X айнымалысының -2-ден басқа өзге мәндерінде 1 бөлінген X қосу 2 өрнегінің мағынасы бар болады. Бұл жағдайда берілген алгебралық өрнектің -2-ден басқа мәндерінде мағынасы бар болады деп айтады. Өрнектің мағынасы бар болатындай оның құрамындағы айнымалылардың барлық мәндер жиынын осы өрнектің мүмкін мәндер жиыны деп атайды. Мысалы, 2x квадрат қосу 5x азайтылған бір алгебралық өрнегі берілсін. Мүмкін мәндері жиыны барлық нақты сандар жиыны болады. Ал 1 бөлінген x қосу 3 бөлінген азайтылған 2 өрнегінің мүмкін мәндері жиыны табайық. Мүмкін мәндері жиыны x тең 0 және x тең 2 мәндерінен басқа барлық нақты сандар жиыны болады. Келесі конспектімен танысып өтейік. Жазылуында бір немесе бірнеше әріптер, сандар, амал таңбалар және жақшалар болатын өрнек алгебралық өрнектер деп аталады. Мысалы, 5a қосу 2v минус 3, 7-ден 5x қосу 6, 7y-тан 5x қосу 6, 7y-тан 5x қосу 6z алгебралық өрнектер. Егер алгебралық өрнек бөлшексіз немесе айнымалы бөлшектің алымында ғана болса, онда ол бүтін алгебралық өрнектер деп аталады. Мысалы, 5a қосу 2v минус 3, 7-ден 5x қосу 6 бүтін алгебралық өрнектер. Егер алгебралық өрнектің бөлімінде айнымалы болса, онда ол бөлшек алгебралық өрнек деп аталады. Мысалы, 7y-тан 5x қосу 6, x алу 3-тен 5x. Алгебралық өрнектің құрамында әріпті санмен алмастыруға болады. Берілген өрнектің мағынасы болатын әріптің мәндерін мүмкін мәндер деп атайды. Мысалы, a квадрат минус 3 өрнегінің кез келген a үшін анықталады. Яғни оның мүмкін мәндер жиыны -x-тен +x аралы барлық нақты сандар жиыны. a-дан 5 минус 3 өрнегі a тең емес 0 болғанда анықталады. Оның мүмкін мәндер жиыны -x-тен 0-ге дейін 0-ден +x аралығында. Себебі сіздер білесіздер, бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмайтындығын. a-2-ден 5 минус 3 өрнегінің мағынасы a тең емес 2, яғни мүмкін мәндер жиыны -x-тен 2 және 2-ден +x аралығында. Мына барлық осы конспектіні дәптерлеріңізге жазып аласыздар, және мына сөздікті де дәптерлеріңізге жазып аласыздар. Келесі тапсырма. Осы тапсырмалар алгебралық өрнектер және мүмкін мәндер жиыны бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші жақтыда берілген өрнектер алгебралық бөлшек бола ма деген сұраққа жауап береміз. Яғни мына тапсырмалар қайсы алгебралық өрнек болатын болса, бөлшек өрнек болатын болса, я батырмасын болсасын, егер алгебралық бөлшек болмайтын болса, жоқ батырмасын басасыздар. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, мына жерде тексеру батырмасын басасыздар. Тексеру батырмасын басқан кезде барлығы жасыл түске боялған болатын болса, онда сіз барлық тапсырманы дұрыс орындадық деп есептелінеді. Егер
кейбір тапсырмаларда қызыл түс боялса, онда сіз сол тапсырмалар дұрыс орындалмағандығын байқатады. Ол қателікті түзету үшін болдырмау батырмасын басып, қайта сол қате болған тапсырманы түзетіп, алға батырмасын басасыздар. Екінші жаттығуда аның қандай мәндері бөлшек неге тең? Яғни қай бөлшек нөлге тең болады? Сіздер білесіздер, бөлшектің алымы нөлге тең болғанда, нөлге тең болатынын білесіздер. Сөйтіп, алымындағы өрнекті нөлге теңестіре отырып, аның мәнін табады екенсіздер. Бұл жерде де жаңағы тексеру, болдырмау, қайта орындау әрекеттерін орындайсыздар. Келесі. Үшінші жаттығуда сының қандай мәнде бөлшектің мағынасы болмайды. Жаңағы конспектіде түсіндіріп өткендегідей, яғни бөлшектің бөлімі тең болмағанда, нөлге тең болмағанда мағынасы болмайтынын білесіздер. Сол қасиетті қолданасыздар. Қолдана отырып сол тапсырманы орындап, жаңағы тексеру, болдырмау, тағы сол сияқты жаңағы алдыңғы айтылған әрекеттерді қайталап орындайсыздар. Келесі тапсырмаға өтесіздер. Төртінші жаттығуда бұл жерде сіздер бұл жерде алгебралық бөлшек өрнектің айнымалының мәндерін, мүмкін мәндерін қоя отырып, өрнектің мәнін есептеп табасыздар. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жаңағы әрекеттерді орындайсыздар. Тексеру, болдырмау, алға қайтару деген сияқты, егер қателік болса, болдырмауды орындайсыздар. Келесі тапсырма сіздердің сабақта қалай меңгергеніңізді тексеру мақсатында тест сұрақтары. Тест сұрақтарында 5 сұрақ бар. Сол 5 тапсырманы орындап, жаңағы тексеру, егер қате болса болдырмау, тағы сол сияқты әрекеттерді қайталап жоғарыда айтылған ереже бойынша орындайсыздар. Бұл тапсырмалардың әрқайсысын орындайсыздар. Екінші сұрақта мүмкін болатын мәндер жиынын анықта деп берілген. Үшінші этапта y-тің қандай мәнде бөлшек нөлге тең болатындығын білдірген. Төртінші тапсырма сының қандай мәнде бөлшектің мағынасы болмайтындығын анықтап табасыздар. Бұл жерде де сол әрекеттерді бастауында айтып түсіндіріп кеткен әрекеттерді орындап отырасыздар. Бесінші тапсырмада өрнектің мәнін есептейсіздер. Айнымалының мәндерін орындарына қоя отырып, өрнектің мәнін есептейсіздер. Тапсырмалардың барлық орындарын болғаннан кейін аяқтау батырмасын бассаңыздар, сіздер бұл тапсырманы қанша пайызға орындап болғандарыңызды көрсетеді. Бұл пайызды маған есеп ретінде WhatsApp-қа жазып өткізесіздер. Қанша пайызға орындағандарыңызды. Және тапсырманы орындап отырғаныңды бейнеге түсіріп жіберулеріңізге болады, немесе фото есеппен жіберулеріңізге болады. Тапсырманы орындап болғаннан кейін жұмыс парағын бассаңыздар, яғни жұмыс парағын бассаңыздар, бұлар сіздердің компьютерларыңызға жұмыс парағы жүктеледі. Міне, бұл қалыптастырушы бағалау жұмысы десек те болады. Бұл жердегі тапсырманы орындай отырып, сіздер қандай нәтижеге жеткендеріңізді көрсетесіздер. Нәтижесін қайтадан фото есеппен маған орындап болған тапсырманы қайтадан маған WhatsApp-қа жібересіздер. Жұмыс парағын орындап болғаннан кейін, жұмыс парағының жауаптарын бассаңыздар, сіздердің бұл жерде тек жауаптары көрсетіледі, шығару жолы көрсетілмейді. Жұмыс парағының жауаптарын оқуларыңызға болады. Оны да жүктеп алып тексерулеріңізге болады. Егер қате болса, қатемен жұмыс жасап, дұрыс есептегенше тексеріп, маған шығару жолымен көрсетілуін жібересіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.